Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді және өте тез дайындалатын капуста салаттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге капуста, сәбіз және бір қияр қажет болады. Капустамызды дәл осылай ұзынша етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Дәл осылай. Егер де сіздерде капуста турайтын теркаларыңыз бар болатын болса, онда ол керемет. Турап болған соң үлкендеу бір ыдысымызға саламыз. Және де одан соң қиярымызды ұзынша етіп, яғни соломка етіп тураймыз. Бұл салат негізінде менің енемнің сүйікті салаттарының бірі, сондықтан күнделікті жасауға тырысамын. Өте дәмді салат. Бір жерге алып қоя тұрамыз. Қиярымызды капустаның үстіне біз жаңағы бір сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және дәміне қарай тұз, сәбізге қосатын приправа, дәмдеуіштер қосамыз, және де бір шай қасық уксус қосамыз. Одан соң көз мөлшермен сұйық май құямыз. Және де барлығын мыжып араластырамыз. Араластырып болған соң, жаңағы туралған қиярымызды саламыз. Және де менде бұл жерде қатырылған укроп саламыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын. Дайын болған салатымызды тарелкаға салып, дастарханның үстіне қойып, кез келген тағамдармен жеуге өте керемет салат. Мінекей біздің салатымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал сіздерге ас болсын.